Шакир сезімге беріліп Анизи деген әйелмен лайық емес әдепсіз қатынас жасады. Бірақ сабырға түскеннен кейін ол қатты өкінді. Бұл күнәнің ауыртпалығынан қашып, әйелмен арасына қашықтық сақтауға тырысты. Алайда ол бір нәрсені ескермеді. Әйел бір рет саған байланып қалса, одан құтылу оңай болмайды. Үйде ешкім жоқ кезде Анизи Шакирдің кітап бөлмесіне кіріп, оған өз сезімін айтуға дайындалды. Бірақ дәл сол сәтте Шакирдің әпкесі Сараның шыға келуі оның жоспарын бұзып жіберді. Сол күні Пашаның туыстарының жаңа үйге көшу қуанышы еді. Ақшасы жоқ. Анизи сыйлық ретінде суат салған бір пейзаж суретін алып келген. Ал Сүмбіл бұл суретке қатты қызығып, ол сурет туыстың үйінің қабырғасына ілінеді дегенді естігенде, оның бойындағы жаман пиғылы қайта оянып, ол дереу өз бөлмесіне барып, өзіндегі жалаңаш күйде салынған суретін Анезидің пейзаж суретімен ауыстыруға дайындала бастады. Той үстінде Анези анда-санда Шакирге көз тастап, оның қимылдарын бақылап отырды. Сәл ғана мүмкіндік туа салысымен, ол тез тұрып, оның артынан барып, Шакир байқамай тұрғанда оны білегінен ұстап, соңғы күндері неге өзіне қарамай жүргенін, тіпті сөйлемей қойғанын сұрады. Шакир құтыла алмай тұрған сәтте оның жиені өтіп бара жатқанын көріп, бұл оған құтқарушыдай көрінді. Ал осы кезде Сара бұл сәтті пайдаланып Изметке Анези жайлы сақ бол. Бұл әйелге сенуге болмайды деп айтқысы келді. Бірақ Измет сөзін бұлыңғыр етіп, бәрі жақсы, біз жақсы тіл табысып жүрміз деп жауап берді. Екеуі ашық айтпаса да, шындықты іштей екеуі де түсініп тұр еді. Осыдан кейін Измет Анезиді тоқтатып, оның ақшасы жоқ екенін білгендіктен оған сыйлық дайындағанын айтты. Бірақ Анези бұл жақсылықты қабылдамай, туыстары өнерді жақсы көреді. Сондықтан мен өзім арнайы өнер туындысын дайындап қойдым деді. Измет мұны естіп сөз таба алмай қалды. Келіні күйеуінің туысын өзінен жақсырақ білетінін ойламаған еді. Сара болса Изметке сен бұндай келінді жеңе алмайсың деп ескертіп қояды. Осы уақытта Сүмбіл Анезидің бөлмесіне жасырын кіріп, жалаңаш суретті Анезидің пейзаж суретімен бірдей етіп орап, екеуін ауыстырып қойды. Анези үйіне қайтып келгенде ораманың өзінікінен өзгеше екенін байқап қалып, оны қайта ашып, қайта орамақшы болды. Ол неге бұлай болғанын түсінбей, бәлкім желден болған шығар деп ойлап, суретті қолына алды. Сүмбіл бұны көріп зәресі кетіп, ауыстырғаны әшкереленіп қоя ма деп қатты қорықты. Бірақ Анези суретті түгелдей ашып тексерместен қайта орап қойды. Сүмбіл жүрегі қысылып, дем ала алмай, қатты қорқып, асығы сыртқа шығып кетті. Измет отбасы шығындарымен әбден шаршап жүрген еді. Ол ас үй шығындары қатты азайғанын байқап, қалай үнемдегенін сұрады. Ал баяғыдан істейтін қызметші еңбектің бәрін өзіне таңып алды. Оны естіген Измет одан үйде тағы қай жерде үнем жасауға болатынын ойлануды сұрады. Әйтпесе көптеген қызметшілерді жұмыстан шығаруға тура келуі мүмкін еді. Содан соң ол балалардың жеке сабақтарын тоқтатуды бұйырды. Ал адал басқарушы Шакирдің үйін өз үйіндей көріп, бұл үйде қиындық болса, ол тіпті жалақысыз да жұмыс істей беретінін айтты. Өйткені оған осы уақытқа дейін берілген ақша өзіне әбден жеткен. Бірақ Измет бұл сөзді қабылдай алмай, өзін кінәлі сезінді. Анасын осылай қиналып жүргенін көрген Хаки күйеуінің берген ақшасын анасына берді. Бірақ бір өтініші болды. Бұл ақшаны Суатқа бермеу керек. Тіпті анасына балалар атынан ант еткізді. Анасы қиналса да ант берді. Сол кезде ғана Хаки көңілі орнына келді. Кешкісін Анези балалардан Шакирдің әр жолы қара баладан сабақта не үйренгенін сұрайтынын естіп, Шакирдің көңілін табу үшін таңертең ерте тұрып, балаға өзі сабақ берді. Бірақ Шакир оған қарағанда жоқ. Бағбан бала Шакирге кезіккенде үйренген сөздерін айтып берді. Ал сол сәтте Анези әдемі киініп, Шакирмен кездесуге дайырланып, жолға шықты. Балаларды қарап тұруды қызметшіге тапсырды. Ол шаттанып төмен түскенде, Шакирдің киініп сыртқа шыққалы тұрғанын көрді. Шакир әйелін ертіп шығып кетті. Келіні көңілі тағы да күйреп түсті. Ол ашуға мініп бақшаға барып, Шакирден бұл не қылық екенін сұрады. Шакир сабырмен ол әсіресе үйдің бірлігін қалағанын айтты. Бірақ Анези оған сенбей, өзі жасаған еш нәрсеге өкінбеймін деді. Бірақ Шакир, мен өзімді одан бетер лас сезінемін, біздің істегеніміз жиіркенішті әрі жексұрын болды деді. Анези өзін ешқандай жиіркенішті іс жасады деп ойламайтынын, өйткені ол Шакирді шын сүйетінін, және Шакирдің де оны сүйетінін айтты. Шакир мұндай сөзді енді естігісі келмейтінін айтса да, Анези бәрі бір тоқтамады. Ол екеуінің арасында сезім барын айтты. Анези оған, менен Розали тастап кеткендей оңай құтылам деп ойлайсың ба? Жоқ, мен Розали емеспін. Менен құтылам деп қиялдама деп ескертті.